Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай песочный үгілмелі пирогтың рецептісімен бөлсемін. Карамельді пирог болады. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ұнымызға салқын сары майымызды аунатып, үккіштің көмегімен үгітіп аламыз. Қолымызбен осылай жақсылап араластырып, крошкой жасаймыз. Сұйық майымызға қаймағымызды және жұмыртқаның бір сарысын, қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне қамыр қопсықшымызды қосамыз. Сұйықтығымызды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Жұмсақ етіп қамыр илейміз. Илеген қамырымызды пакетке салып, тоңазытқышқа бір жарты сағатқа қойып қоямыз. Салмасын дайындағанша қойсақ та болады. Салмасын жасайтын боламыз. Салмасына вареный сгущенкамыздың үстіне сливкимізді құямыз. Кілегейіміз 33-35%-тен аз болмауы қажет. Және біздің варенкамыз сапасы жақсы болуы керек. Түйіршік қалмағандай жақсылап араластырып болып, үстіне біртіндеп жұмыртқамызды шаға отырып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Бұл жерде миксер қолданбаймыз, венчиктің көмегімен жасайтын боламыз. Салмасы дайын. Енді тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, ұнымызды сеуіп, ковригіміздің үстінде қамырымызды жаятын боламыз. Жайған қамырымызды формамызға саламыз. Қамырымыз осылай үгітіліп тұрады. Қолымыздың көмегімен қалған жерлерін жақсылап формамызға жайғастырамыз. Формадағы қамырымызды осылай шаншқының көмегімен түйреп шығамыз. Салмасын саламыз. Салмамыз осылай кішкене сұйықтау болады, бірақ ол кейін қойылатын болады. Бізде осындай ауысқан қамырымыз бар. Содан біз қамырымызды жайып, бетіне әсемдік үшін салатын боламыз. Менде осындай бар формаммен бетіне кесіп, осылай салатын боламын. Кез келген өзіңіздің формаңызды осылай кесіп салсаңыз болады. Қызып тұрған печкамызда 180 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Өте дәмді шығатын пирог жасап көріңіздер.